Ел бүгіншіл менікі ертең күшін. Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы осылай деген еді. Әділет партиясының төрағасы Айбек Дәлебайдың басты дебатта айтқан алғашқы месседждерінен тарихи сабақтастық байқалады. Партияның 5 басты қағидатын атап өткен төраға бәрімізді болашақта Қазақстан қандай ел болады деген сұрақ біріктіреді. Бұл сауалға наурызда өткен референдумда халқымыздың өзі нақты жауабын берді. Еліміздің даму бағыты жаңа конституциямызда түпкілікті айқындалды. Осы жолы да Әділет партиясы президентіміздің стратегиялық бағытына саяси тірек болады деп атап өтті. Біздің 5 қағидамыз бар. Әділет, отаншылдық, прогресс, жауапкершілік және еңбекқорлық. Әділет идеологиясы саяси мәдениетіміздің, күнделікті өміріміздің ажырамас бөлшегіне айналуы тиіс. Тіпті ұлттық болмысымыздың ерекше жаңа сипаты болуы керек. Бұл туралы мемлекет басшысы да үнемі айтып келеді. Біз осы мақсат мұратты іске асыруға дайынбыз. Соңғы уақыттары өзгеріс деген сөзді жиі айтып жүрміз. Дегенмен өзгеріс жалаң ұранмен ғана жасалмайды. Ел күтіп отырған өзгерістер ұстамдылық пен өзара түсіністік арқылы ғана келеді. Әділеттілік ұғымының өзі ол сыпайылықты, мәдениеттілікті, ізеттілікті, инноваттылықты қажет етеді. Өйткені мынау озбырлықпен немесе әлімжеттілікпен әділеттілік орнату мүмкін емес. Сондықтан бүгінгі таңда Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасындағы ең негізгі мәселе ол құндылықтар. Яғни біз әділетті, зайырлы, сонымен бірге мынау гармониялы мемлекет құрамыз десек, онда ең негізгісі біз өзіміздің ішкі дүниемізді өзгертуіміз керек. Яғни біздің өзіміздің ішкі сөйлесу мәдениетіміз, бір-бірімізбен диалогқа бару мәдениетіміз. Партия соңғы бір айдың ішінде өңірлерді аралап, шалғай ауылдарға дейін барды. Алда бір ғана мақсат болды. Ол партия бағдарламасын халыққа егжей-тегжейлі, қарапайым тілмен түсіндіру. Санды сөйлетсек, осы уақыттың ішінде ғана 21 мың іс-шара ұйымдастырылған. 6 миллион адаммен бетпе-бет жүздесіп, жүздеген мың жақтастарының басын қосып Open Air өткізген. Жүйелі жұмыстардың нәтижесінде бағдарламада көрсетілген халықты толғандырған барлық мәселе қамтылған. Әділет партиясы жастар штабының мүшесі Зият Сәдуақасовтың айтуынша, ауыл аймақтың тұрғындары үшін әлеуметтік сұрақтар қашанда өзекті. Әсіресе жастардың даму мен өзгеріске деген құлшынысы жоғары дейді. Қазіргі таңда жастардың бойындағы ең бірінші мәселелердің бірі ол пәтер мәселесі болып табылады. Сол мәселелерге қатысты да сұрақтар болған. Бірақ біздің бағдарламада айтып кеткендей, әрбір қазақстандыққа белгілі бір мөлшердегі квадрат метр пәтер алуға мүмкіндік жасауға біз ұмтыламыз деген тармақта бар біздің бағдарламада. Жоғары білім алу туралы да көптеген сұрақтар бар. Оның ішінде болашақ бағдарлама болсын, жалпы жоғарғы оқу орындарына түсуге деген гранттар мәселелері болсын, осында үлкен білімге құштар болған жастар сұрақ қойды. Инфрақұрылымды жаңарту нәтижесін тұрғындар сезінуі керек. Басты дебатта Әділет партиясының төрағасы атап өткен сұрақтардың бірі осы болатын. Нақтыласақ, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында мемлекет, басқарушы ұйымдар мен тұрғындар арасындағы жауапкершілікті нақты әрі әділ бөлудің маңызын қазір өзекті деп атап өтті. Президентіміз коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту, осы саладағы барлық тараптың жауапкершілігін арттыру міндетін қойып отыр алдымызға. Әділет партиясы бұл бағытты да толық қолдайды. Бүгінде елімізде 61 мыңнан астам көп пәтерлі тұрғын үй және 2,5 миллионға жуық пәтер бар. Олардың едәуір бөлігіндегі инженерлік желілерді жаңартуымыз қажет. Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасында жаңа көргеніңіздей 86 мың шақырым инженерлік желіні жаңарту және салу көзделген. Соның нәтижесінде желілердің тозу деңгейін 40%-ға дейін төмендету міндетін қойып отырмыз. Бірақ бұл жұмыстың нәтижесін ауыстырылған құбырлардың ұзындығымен немесе игерілген қаражат көлемімен ғана өлшеуге болмайды. Ең бастысы оның нәтижесін тұрғындар сезіну керек. Үйлерге жылу, су, электр энергиясы тұрақты беріліп, апаттар азайып, ресурстар ысырап болмауы қажет.
Әрине баспана мәселесі кешеде бүгінде болашақта да күн тәртібінен түспейді. Сондықтан да партия платформасында осы сұрақты жүйелі шешу мәселелері жан-жақты қарастырылған. Партия төрағасы біз әр отбасы баспаналы болуы керек деп санаймыз. Сол үшін 2030 жылға қарай тұрғын үй көлемін жан басына шаққанда 30 шаршы метрге ұлғайтамыз. Әр адамның тұрақты жұмысымен лайық жалақысы болуы керек деп есептейміз. Сол үшін 1 миллион жаңа сапалы жұмыс орнын ашамыз. Біз 5 миллион азаматты жасанды интеллектпен жұмыс істеуге үйретеміз деп атап өтті. Сайлау алды штаб мүшелерімен бірге біз ауыл, аудан, облыстық деңгейдегі бүкіл халықтың басым көпшілігімен кезіктік. Тікелей кездестіңіз. Иә, сол кезде бүкіл Қазақстанның жұртшылығы, жастар, ақсақалдар, этномәдени бірлестіктердің өкілдері осы Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуының картинасы қандай болу керек, біздің экономикамыздың индикаторлары қандай болу керек, әлеуметтік әділеттілік не деген сұрақтарға біз жалпы өзіміз жауапты таптық. Партия құндылықтарының бір ретінде азаматтарды еңбекке баулу, еңбек құндылықтарын қоғамды біріктіруші фактор ретінде атап өту маңызды болып отыр. Бұл мәселеде өзекті, себебі арамызда оңай және жеңіл ақша табамын деп сан соғып қалып жатқан азаматтар да бар. Шыны керек, қазіргі таңда көп жастар оңай ақшаға үйреніп қалған, оның ішінде білім алмай, мысалы мобилограф болып, немесе онымен қатар басқа да осындай жеңіл жоғары білімі керек жоқ мамандықтарда ие болып, жалпы осымен күн көруде. Бірақ негізі өзіңіз түсінетініңіздей, жоғары білімсіз, жалпы білім алмай, кәсіби маман болмай, ертеңгі болашақ қиын да болуы мүмкін. Сондықтан біздің партияның бағдарламасы бойынша біз жастардың жоғары білім алып, сол кәсіби дамуына өз ерекше назарын аударуды да. Ол үшін арнайы болашақта жұмысшы мамандықтары болсын, басқа да мамандық өкілдері болсын, арнайы түрде өзінің ұсыныстарын дайындаған болатын, және болашақта бұл мамандықтарға жеңілдірек жұмыс жасау үшін, жалпы болашақта көп жас маман тарту үшін бұл жерде үлкен жұмыс атқарылатын болады. Партия тарапынан. Иә, партия тарапынан. Заң мен тәртіп салтанат құрғанда ғана экономика, бизнес, әлеуметтік саладағы оң өзгерістер тұрақты болады. Сондықтан заң мен тәртіп, еңбек пен жауапкершілік кез келген азаматтың бет бейнесін қалыптастыратын әлеуметтік нормаға айналуы керек. Цифрлық құқықтар бар, әлеуметтік экономика құқықтары көп жүр, экология құқықтары. Сонда қысқаша айтқанда бүкіл мынау конституциялық принциптер іске асыруға осы партия өзінің жауапкершілігін алып отыр. Заң мен тәртіптің өзі. Оны қараңызшы да мемлекеттерде бірінші орында тұрған сол принцип қой. Адамның құқықтарын сен қорғай алмайсың, заң үстемдігі болмаса. Қазақстан экономикасы шикізаттық ресурстарға негізделген. Өкінішке қарай шикізат күйінде экспортталған дүниелер өзімізге еселенген бағада өндірілген не өңделген тауар ретінде келеді. Қазір нарық тетіктеріне талдау жасай отырып, осы кемшіліктерді болдырмау керек делінген партияның экономикалық даму алгоритмдерінде. Мықты өңір басымдығының ішінде кәсіпкерлікті қолдау және кәсіпкерлікке жағдай жасау туралы осы программамызда айтып кеткен. Барлық күшті енді мына өндіріс көздеріне отандық тауар өндірушілерге саламыз. Ол жерде бірнеше проблемалар бар. Проблемалардың бірі қандай? Біріншіден өндіріс күштері экспорт. Бұрын біз көп Қазақстанымызда экспорттарға көп айдадық. Жаңағы үлкен қажет бағдарламалар болады. Экспорт 22 000 деген жолға тартып. Біз енді осы өндірістерге қолдау ретінде осы жаңа бағытты программаларды қабылдасақ деп ойлаймыз. Әрине, бұл шаруаларды бір ғана партия негізінде жасап шығу мүмкін емес. Мемлекеттік институттар мен қоғамдық ресурстар, азаматтардың белсенділігі ғана бұл сұрақтың жүйелі шешілуіне ықпал етеді. Белгілі заңгер ғалым Марат Башимовтың айтуынша, өзара серіктестік тетіктері қалыптасқанда бұл сұрақтар өздігінен шешіледі. Конституцияда тағы да мына партияның несіне бағдарламасына жазылған ғой. Мемлекет пен халықпен, қоғаммен қарым-қатынастар қандай болу керек. Ашық түрде қоғаммен партнер дейміз ғой, партнер бірге жұмыс істеп, бірге істегенде. Өйткені жай партияда оны істей алмайды. Қоғамның да көмегі керек, халықтың да бірге түсініктіруі керек. Сол үшін мемлекеттермен бірге қарым-қатынастары нақты түрде
енді мынандай бірге жұмыс істеп сол мақсатты бірге орындайық деген ол партияда жазылып тұр. Партияның басты тірегі халық, ал белсенді һәм жауапкершілігі жоғары ел дамуына жан-жақты үлес қосатын жандар ғана нақты іске жұмыла алады. Партия мүшелері бірге еңбек етіп, жұмысты ашықта адал жүргізетін азаматтарға әрқашан есік ашық және бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз дейді. Әділет партиясының пайлық сайлауалды бағдарламасынан өзіме осы 10 бағыттың басымдықтың ішінен 3-ті қатты. Біріншісі заңмен тәртіп, екіншісі таза Қазақстан, үшіншісі цифрлық мемлекет, төртіншісі мықты регион деген. Осы 4 басымдықтар маған өзіме қатты ұнады. Өңірді осы бір айда енді өңірдің бәрін араладық, кәсіпкерлермен кездестік, жұмыскерлермен, халықпен бәрінің ұсыныстарын, проблемаларын бәрін қабылдадық. Біз көбіне өзгерісті сырттан күтеміз. Өзгерісті ешкім сырттан келіп жасап бермейді. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзі болатын. Расында солай. Ал өзгеріс өзімізден басталады десек, өзгеріске ашық, ұсынысқа адал, ниеттестерге есіктерін айқара ашып отырған Әділет партиясының болашағы жарқын, келешегі кемел болатыны сөзсіз. Абайдың толық адам концепциясы сонымен бірге Мағжан Жұмабаевтың жастарға сенемін деген философиясының барлығы, ол ең негізгісі өзара сыйластық пен өзара үйлесімділік. Әділет партиясының негізгі философиясы осында жатыр. Орхан Памук өзінің мәдениетінен айырылып қалған халық жойылып кетеді дейді. 21 ғасырда жасанды интеллект, цифровизация заманынан біз қалмауымыз керек. Керісінше біз сол цифровизацияның толқынында болуымыз керек. Бірақ біз өзіміздің ұлттық табиғатымыздан айырылмауымыз керек. Өзіміздің ұлттық табиғатымызды бірге алып жүруіміз керек. Сол кезде қазақ халқының да тарихы келесі мыңжылдыққа және Қазақстан мемлекеті де келесі болашақтағы мыңжылдықтарға дайын болады.